Абай Құнанбаев атамыз өзінің барлық өмірін өлеңдер, поэмалар жазуға емес, сонымен қатар қазір қара сөздер жазуға арналған. Қазіргі таңда бізде Абай Құнанбаев атамыздың 45 қара сөз белгілі. Бірақ кейбір жайттарда Абай Құнанбаев атамыздың 46 қара сөз бар дейді. Бірақ бұл нақты факт емес. Себебі Абай Құнанбаев атамыз өзінің соңғы жылдарында өз өмірін поэма жазуға арналған. Сондықтан бұл 46 қара сөз деген өтірік мәлімет болып саналады. Сонымен қатар біз қазір Абай атамыздың өлеңдері, қара сөздері ұмыт болып бара жатқандай. Сондықтан біз сіздерге Абай атамыздың қара сөздерін жатқа айтып беруге дайынбыз. Абай Құнанбаевтың 1903 жылы жазған 31 қара сөзі. Адам естіген затты ұмытпасқа 4 себеп бар. Ең бірінші, оны көкірегіне құйып алу керек. Ал екінші, естіген затты ғибратланып, бар көңіліңмен оқу керек. Үшінші, сол оқыған нәрсеге қорытынды жасап, ойлауың керек. Ал төртінші, салғырттық танытпау керек. Салғырттық дегеніміз, соны оқып жатқан кезде басқа нәрсеге көңілің ауып, не болмаса түсінбеу. Сол сияқты Абай Құнанбаевның өлең шумақтары да құтты бір мағынаға ие. Мысалға, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңе дақылың екі жақтап. Абай Құнанбаевтың мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дегенін бір шумағын көрсетеді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертеңіне термек үшін. Көкірегі сезімді тыңдарманды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талаптылар, көңілімнің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қыны қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Сонымен қатар, қазіргі таңда асыл сөзді десең, Абай Құнанбаевты оқы деген нақыл сөз жайылуда. Біз осы сөзбен толықтай келісеміз.